Сырт келбеттің жарасымды, сымға тартылғандай сұлу болғанын барлық жан қалайды. Әсіресе бой жеткендер сұлу мүсінін сақтап қалу үшін түрлі жаттығулар, диета мен өзге де әдіс тәсілдерді пайдаланып жатады. Осы тұрғыда бізден аз кем кеңес берейік. Алдымен адам күніне 1,5 литр су ішуі тиіс. Әсіресе таңертең. Сондай-ақ тамақтанар алдында бір шыны су ішкен аса пайдалы. Көкөністер, дәнді дақылдар мен жеміс жидектерді жеу іштегі артық майды кетірудің бір жолы. Көбіне бүкірейіп жүретін адамдардың арқа омыртқасы мен сүйектері зақымданып қана қоймай, ішіне майда жиналады екен. Сондықтан да денені тік ұстап жүру керек. Тіпті тамақтанғанда да бүкіреймей, тамақтанғанда дұрыс отыру керек. Ішке май жиналудың бір жолы дұрыс тамақтанбау. Көмірсулар, ашытқы, нан, тоқаш өнімдері іштегі майдың көбеюіне әсер етеді. Сондықтан да мұндай тағамдардан бір аптадан бастап бір айға дейін бас тарта тұрған дұрыс. Бұл енді біздің кеңес. Енді кезекте мамандар осы тұрғыда өз кеңестерін берсін. Іштегі майды қалай кетіреміз, оны жайлы майдарынан көрсетеміз. Давай расстанемся. Сказал, что я толстая. Я, мұндай сөзді көпшілік болмаса да сүйіктісінен біразы естіген болуы мүмкін. Артық салмақ немесе сүйкімсіздеу көрінетін белдегі және іштегі май бәрімізге ұнай бермейді. Дене бітіміміз мінсіз болса да кейде бұл артық тамақтанудан және күнделікті физикалық жаттығудың азаюынан пайда болатыны белгілі. Ал оны кетірудің қандай жолдары бар? Оларды біз жәнегі косметикалық процедуралар липолитик арқылы алып тастаймыз. Липолитиктер дегеніміз олар жәнегі май тіндерін ерітіп жіберетін препараттар болып саналады. Олардың құрамында жәнегі L-карнитин, сонымен қатар жәнегі майды ерітетін өзіндік косметикалық препараттар болады. Мезопрепараттар деп айтамыз. Салмақ тастауға, бел аумағындағы, іш аумағындағы жәнегі майларды алып тастауға ықпал етеді. Десек те бұл процестерді жүзеге асырудың өз тәртібі бар. Алдымен дәрігердің талабымен аптасына бір рет жасап тұру керек. Ал одан бұрын адамның салмағы іштегі майдың көлемі есептеледі. Сондай-ақ іштегі майды кетіру үшін көбіміз үй жағдайында корсет киіп, пленка орап жатамыз. Ал осы дұрыс па? Әрине жәнегі кетіруге болады өзіндік. Егер процедураны тез үрдісте, тез жәнегі арықтағысы келетін адамдар болса, олар жәнегі липолитикпен қосымша физикалық жәнегі жұмыс жасаған кезде, физикалық спортпен шұғылданған кезде алса тез нәтиже көрсетуі мүмкін. Ескеретін жайт, іштегі майды кетіру үшін қандай жолды таңдасаңыз да абай болыңыз. Егер медициналық жолмен кетіретін болсаңыз, толық тексеруден өтіңіз. Ал жаттығу жасап майды жоғалтуды жөн көрсеңіз, диета сақтаңыз. Сонда еңбегіңіз еш кетпесі анық. Шырайыңыз арта түссін. Маржан Нүсіпбек, Дастан Әлішев, арнайы Қайырлы таң үшін.